Сәлем оқушым, бүгінгі тақырып бізде клиент отказ бере алмайтын ұсыныстармен танысатын боламыз. Ең біріншіден, сіздің ұсынысыңыз клиенттің қалауын жабуыңыз керек, қалауына сәйкес келу керек. Ол сізден бір нәрсе сұраса, басқа нәрсе ұсына алмайсыз. Сізден коробкадағы набор сұраса, оған букет ұсына алмайсыз. Сол себепті сіз оның қалауын білуіңіз керек. Бірінші техника, клиент сұраған бағадан жоғары бағаны ұсыну. Клиент сізге айтады, менде 10 000 теңгем бар, не ұсына аласыз деп. Я, мен сізді түсініп тұрмын. 10 000 теңгеге композиция сұрап тұрсыз, бірақ бізде акция болып жатыр. 20 000 теңгеге клубника в шоколаде және жанына гүл қосу арқылы миксовать ете аласыз. Яғни бізде сондай акция деген секілді. Екі композицияны бір наборға әдемілеп жинап береміз дегендей, осылай ұсыныс тастаймыз. Міне деп әртүрлі варианттарын жібересіз. Солай қызықтыра аласыз. Оның 10 000 теңгесі болса да, қызықтыру арқылы 20 000 теңге сатсаңыз болады. Ол клиент екеуінің айырмашылығын түсініп тұрып, заказ беріп қалуы әбден мүмкін. Бізде екінші техника клиент алатын выгоданы айтып ұсыну. ХБП деген техника деп аталады. Характеристика, преимущество и выгода. Үшіншіден, сіз өзіңіздің өніміңіздің характеристикасын айтасыз. Бұл осындай, оның ішіне 30 клубника бар, 80 сантиметр деп сипаттама бересіз. Ал екінші техника ол преимущество, оның ерекшелігін айтасыз. Бұның құрамында клубникадан бөлек голубика, малина және гүл қосылған деген секілді ерекшелігін айтып жеткізесіз. Үшіншісі ол выгода, яғни клиент сатып алатын выгодасын ескерту, айтып жеткізу. Негізгі бағасы 25 000. Қазір алатын болсаңыз бағасы 18 000. Және жанына брендированный пакет және открытка қосып береміз деп айтуыңыз қажет. Немесе жақын жерде тұратын болсаңыз клиентке тегін жеткіземіз деген секілді болу керек. Бұл жерде лайфхак. Клиенттің выгодасын көп айту қажет. Сізге ұнайды, сіз біраз экономдайсыз деген секілді перепискада сіз деп тұрсаңыз клиентке жағымды боласыз. Үшінші техника бізде 4U деген болады. Ол бірінші неотложность, яғни срокпен қысу. Қазір заказ берсеңіз 30 минутта дайын болады деп айтасыз. Екіншіден полезность, пайда яғни. Егер клубника в шоколаде заказ берсеңіз, қызыңыз немесе әйеліңіз есінен кетпесі анық деп айтасыз. Үшінші, ешкім ұсынбаған ұсыныс, ешкім айтпайтын ұсыныс. Ол қалай болады? Егер жарты сағаттан асып кетсе, біз сізге тегін жеткіземіз. Немесе клубникамыз свежий болмаса, ақшаңызды қайтарып береміз. А егер тойбастар жасасаңыз, бомбонеркеміз көңіліңізден шықпаса, фотодағыдай размер болмаса, біз сізге 50% қайтарып береміз деген арнайы ұсыныс тастайсыз. Сіздерге тапсырма бергім келеді осы орайда. Сізге үйреткен техникалар арқылы 10 ұсынысты өзіңізге арнайы жазып дайындайсыз. Сол техникаларды пайдалана отырып, клиентке қалай ұсыныс сәйкес келеді, соған орай сол ұсынысты тастайсыз. Сол ұсыныспен прямой эфирда шықсаңыз болады. Клиентпен визуально сөйлесесіз, продажаны арттыра аласыз. Бүгін сіздерге отказ бере алмайтын ұсыныс айтамын. Осындай уақытта вебинар, эфир болады деп ескертсеңіз де, осылай сатсаңыз да болады. Келесі кездескенше сау болыңыз.